Ассалаумағалейкум, достар. Сіздермен бірге Қазақ Дос арнасы. Бүгін мен сіздерге өмірімде болған қорқынышты оқиғаларды айтып беретін боламын. Сіздер лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Ал мен бастаймын. Мен 6 жасымда ағам екеуміз бір бөлмеде ұйықтаймыз. Сағат түнгі 2:30 болды. Мен оянып кеттім. Артыма қарасам, ақ қыздың силуэті шыға бастады. Ол маған қарады, сосын маған қарай жүгірді. Мен шошып ояндым. Мен ужастик көп қарамаймын, бірақ сонда да жаман түс көрдім. Мен ол кезде 7 жаста едім. Ол кезде қалада тұратынмын. Достарыммен футбол ойнауға барғанмын. Сөйтіп, достарыммен ойнап жүрдім. Ойнап жүргенімізде бір бала жазықсыз маған жабыла бастады, және маған пышақ тақады. Мен үйге қашып кеттім. Сосын ана бала басқа жаққа кетіп қалды. Сағат түнгі 3:00 болды. Есікті біреу тоқылдатып жатыр. Глазоктан қарасам, қап қараңғы. Біреу жауып тұрған сияқты. Папам, мамам, ағам, қарындасым қонаққа кетіп қалған. Ол кезде жасым небәрі 10-да. Сосын мен алыстағанда есік қаққанды қояды. Ал жақынғанда тоқылдата бастайды. Мен тағы қарағанда есікті қатты тоқылдата бастады. Мен шкафқа тығылдым. Жарты сағат өтті, есік тоқылдауды қойды. Сосын мен ұйықтадым. Жеңгем бір бөлмелі пәтер сатып алған еді. Біз матраста жаттық. Үйде сыртқы камера бар екен. Сосын біз үйде кетіп қалдық. Әрі қарай білмедім. Бір күні біз 4 ойнап отырғанда YouTube студиядан бір хабарлама келеді. Ол былай жазды: сіздің арнаңызға взлом жасалды. Сөйтіп YouTubeқа кіргенде негізгі аккаунтым жоқ. Аға мен жеңгеме хабарластым. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға тіркеліңіздер. Келесі бөлімін қаласаңыздар, онда лайк жинаңыздар. Ал, сау болыңыздар.